Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмі тиген тіл үйретін кафедегідей чизкекті дайындауды үйретемін. Достар, бұл рецептін сіздердің достарыңыз міндетті түрде сұрайтын болады. Сол үшін менің арнама кіріп поделиться етуді ұмытпаңыздар. Ал онда сүзбелі бәлішімізді дайындап бастайық. Ол үшін барлығын сіздерге описанияға жазып кететін боламын. Ең алдымен ыдысыңызды алып, сары майды саламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болуы керек. Қантымызды салып, шанышқымен жақсылап екеуін біріктіреміз. Енді бір дана жұмыртқаны құйып, барлығы бірдей масса болғанға шейін араластырамыз. Міне массамыз дайын. Енді елегіздің ішінде тұрған ұнымыздың ішіне қопсытқыш салып, екеуін жақсылап біріктіріп, араластырып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың ішіне ешқандай артық су, май қосудың қажеті жоқ. Барлығын описанияда жазған бойынша қосамыз. Қамырды илеу арқылы біркелкі массаға шығаруға болады. Міне, қамырымыз бірігіп келе жатыр. Осындай қамыр дайын болады, жұмсақ, нәзік. Енді осы қамырымызды полиэтилен пакетіне саламыз. Кейін тоңазытқышқа 20-30 минут көлемінде қойып қойыңыздар. Достар, енді кезекте сүзбелі бәлішіміздің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 9% сүзбе қажет, яғни творог, қаймақ 20%, қалғанын барлығы мен сіздерге описанияға жазып қойдым. Енді ыдысымызға сүзбемізді саламыз. Қант саламыз. Жұмыртқаны құямыз. Ванильді қант саламыз. Жүгері крахмалын саламыз. 20% қаймақ саламыз. Енді кезекте барлығы бірдей масса болу үшін осылай блендермен, немесе сізде блендер болмаса миксермен, шанышқымен істеп өтсеңіздер болады. Бірақ та ешқандай түйіршіктер болмауы қажет. Міне, осындай сұйық масса дайын болуы керек. Енді кезекте бізге осындай 26 сантиметрлік форма қажет болады. Барлығын осылай видеодағыдай тегістеп салып аламыз. Және де жан-жағын бортиктерін шығаруды ұмытпаңыздар. Міне, қамырымыздың барлығын тегістеп салып алдық. Ендігі дайын болған сүзбелі массамызды саламыз ішіне. Осылай барлығын тегістеп салып алыңыз. Және де қамырын түзулеп шықсаңыздар да болады. Міне, қамырын барлығын түзулеп реттеп алдық. Салмасына салдық тегістеп. Енді духовкада 170 градуста 35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Достар, сүзбелі бәлішіміз пісіп шықты. Енді суыған шейін ыдыста қалдырамыз. Суығаннан кейін осылай ыдыстан алып шықты. Кейін
қалауыңызша сәндесеңіз болады. Мен осындай жеміс-жидекпен сәндеуге шештім. Сіздер өзіңіз қалаған жеміс-жидекпен сәндесеңіз болады. Немесе сәндемей жей берсеңіздер де болады. Өте дәмді, сәнде болғаннан кейін холодильникке, яғни тоңазытқышта 1-2 сағатқа қойып қою керекпіз. Міне қараңыздаршы достар, қандай керемет, нәзік, жұп-жұмсақ, бәрі дайын болады. Күшті. Вау, тамаша. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын. Жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз.